Таттоста, тутла, терпі дейді бала. К дыбысын т-ға ауыстыру мүмкін, г дыбысын д-ға ауыстыру мүмкін. К дыбысының бұзылысын бұл капоцизм деп айтамыз. Онтогенез бойынша ең алғашқы шығатын дыбыстарға бұл жатады. Неге к дыбысын айта алмайды балалар? Біріншіден, баланың тонусы әлсіз, жұмсақ, қатты нәрсені шайнамаған болуы мүмкін. Екіншіден, баланың тілінің астындағы жіліншігі, яғни уздечкасы, ол к дыбысына артқа тартуға жібермейді. Үшіншіден, бала фонетикалық дұрыс естуі қалыптаспаған, яғни ФФНР болуы мүмкін. Сондықтан к-ні айтқан кезде ол т деп естуі мүмкін. Үй жағдайында қалай түзейміз? Үйде барлығымызда кішкентай қасық бар. Ең бірінші біз к-ні өз аузымыздан көрсетеміз, яғни қолды кіргізген сияқты дайындап қоямыз. Деп итеріп, баланың құлағына естіртіп, ауызбен көрсетіп, көзбен көру керек. Екіншіден, бала т-т-т-т-т деп тұрған кезде қасықпен т-т-т-т-т-т осылай итеруге болады. Немесе қасықпен т-т-т-т-т-т артқа итеруге болады. Болмаса, міне зонт болады. Зонтпен осылай артқа қарай тілді артқа итереміз. Осылай итеріледі артқа қарай. Өйстіп бала өзінің к дыбысын ести бастайды. Одан кейін а, о, у, и дәл осылай ары қарай к-ні біз машықтандырамыз. Және күнделікті айтқыза беру арқылы бұл дыбысты қою оп-оңай. Ең тез қойылатын және тез автоматизация жасалатын дыбыс осы.